Ақылым жастар, айналайын жастар. Мына Алла бәрімізді жаратқанда қандай бір жаратқан құлына бесікке енем дегенше ананың бойынан шығар етіп пәни жалғанға келген кезде Алла білдірмей үш тәж кигізеді. Үш тәж. Бірінші тәж ақыл деген тәж, екінші тәж сабыр деген тәж, үшінші тәж көрегенділік деген тәж. Енді осы үш тәжді сен білмейсің Алланың кигізгенін. Бірақ осы үш тәжді сенің ата-анаң о да сондай тәжбенен киіп осындай дәрежеге жеткен. Сол ата-анаң сенің сол үш тәжің бар екенін білдіреді саған. Бірақ сол үш тәждің балдарым-ау, үш жауы болады. Ақылдың жауы ашу. Қазіргі жастар ашуға көп беріледі. Мектептің оқушысының өзі кішкентай ғана қатты сөзді ашудан мамасын айтып барады, анасын айтып барады. Ашу деген осы. Мінекей, ақылдың жауы ашу. Ал енді сабырдың жауы асығыстық. Қазір бәрі асығыс. Тезірек мектепті бітірсем екен, коммерсант болсам екен, тезірек ақша тапсам екен, ата-анамды асырасам екен, тезірек осы халыққа мақтаулы болсам екен, тезірек өйтсем бүйтсем екен деп. Жоқ. Ол асығыстық нәрсе еш жаққа алып бармайды. Сабырмен жүрсең бәріне жетесің. Миллионер де боласың, халыққа қалаулы, еліңе елеулі азамат та боласың. Бүкіл кәдімгі ел таныған таланттың иесі, ел таныған қоғам қайраткері боласың. Оған асықпау керек. Сабырлық деген осы. Ал енді үшінші көргенділік дегенді береді. Тәж қылып Алла. Көргенділікті сенің әкең үйретеді саған. Бірақ оны жауы, көргенділіктің жауы көре алмаушылық. Көре алмаушылық. Қай уақытта біреудің бағын көре алмасаң, біреудің талантын тани алмасаң, біреудің барын көре алмасаң, оның аты сенің көргенділігіңе ешқандай жақсы абырой алып бермейді. Көргенді бала көргенсіз болып шығып кетуі мүмкін. Сондықтан да айтып отырмын ғой, көргенділіктің жауы көре алмаушылық, сабырдың жауы асығыстық, ақылдың жауы ашу. Сондықтан да ақылды болыңдар, сабырлы болыңдар, көргенді болыңдар. Сонда барлықтарында өз жолдарыңды табасыңдар.